Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге айраннан дайындалатын құймақ түрін көрсетемін. Бір жасағаннан табаларыңызға ешқандай жабыспай піседі. Алдымен бір стакан айранымызды жарты шай қасық ас содасымен араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Айранымыз бен содамыз реакцияға түскеннен кейін үстіне 2 дана жұмыртқамызды, 2 ас қасық шекерімізді, шым тұзымызды қосып араластырамыз. Онан соң массамызға 1 стакан жылы су құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды міндетті түрде сидадан өткіземіз. Аз мөлшерден араластырамыз. Соңына таман 2 ас қасық пісте майымыздан құямыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа болып шығады. Табамызды қыздырып, ешқандай май қоспай, осылай құймағымызды құйып аламыз. Осындай тесік болып шығады. Ажурный деп аталады. Шеті қызарғаннан кейін венчикпен алсаңыз болады. Осындай кікпірмен алсаңыздар болады. Қолмен алсаңыздар болады. Қайсысы ыңғайлы, солай алып екі жағынан пісіріп аласыздар. Табаны о басында ғана қатты қыздырасыздар да, одан соң орташа мен қаттының аралығында қойып, барлығын осылай құймақтарыңызды пісіріп аласыздар. Мінекей біздің құймақтарымыз жұмсақ, әрі жұғалау, әрі ешқандай жабыспай, сізге қиындық туғызбай пісіп шықты. Мінекей көрсеңіздер болады, мыжғыласақ та қатып қалған жоқ, ешқандай, барлығы жұмсақ, әдемі болып пісті. Рецепт ұнаса, достар, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.